Ал ертең Астана футбол клубы Еуропа чемпиондар лигасының топтық кезеңіндегі екінші кездесуін өткізеді. Бұл жолы елордалық аяқдопшыларға Түркияның Галатасарай командасы қарсылас атанады. Осыған орай бүгін жергілікті команда өкілдері баспасөз маслихатын өткізді. Бас бапкер Станимир Стойлов пен қорғаушы Елдос Ахметовтың айтуынша, ертең жергілікті жанкүйерлер үшін тарихи оқиға болғалы тұр. Себебі Астана арена кәрі құрлықтағы ең беделді жарыстың топтық кезеңін тұңғыш рет қабылдайды. Оның үстіне елордалық футболшылар қарсылас клубтың ойын мәнерін жан-жақты зерделеп алған. Бірақ шебер ойыншылармен жасақталған Галатасарай командасының осал тұсын табу оңай емес, дейді Станимир Стойлов. Бұл жарыс әрқашан әділ өтеді. Сондықтан жасыл алаңда бар шеберлікті аямау керек. Жасыратын жоқ, Галатасарай алдын ала жеңіске жету мүмкіндігі мол команда деп аталды. Бірақ менің шәкірттерім өрнекті ойын мәнерін көрсетіп, ұқыпты әрекет етуге тырысады. Айта кетейік, Астана футбол клубы бұл бәсекедегі алғашқы ойынын сырт алаңда өткізді. Сол кездесуде жерлестеріміз Португалияның Бенфика командасына есе жіберген еді. Ал ертең жеңіске жету мүмкіндігі мол. Себебі астаналықтар өз алаңында жанкүйерлердің қызу қолдауымен 3 ұпай еншілеуге дайын. Команда сапында жарақат алғандар да жоқ, тек УЕФА тарапынан жазаланған Патрик Твумаси ертеңгі ойынға қатыспайды. Бірақ әріптестерімнің шабуылы нәтижесіз қалмайды, дейді қорғаушы Елдос Ахметов. Ешқандай қобалжу, ешқандай қорқып ойнау. Бенфикамен ойында көрдіңіздер, біздің құрама өзінің ойын ойнады. Сол себепті ертең алаңда өзіміздің ойынды ойнауға тырысамыз.